Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 4-ші сыныптың 95-ші сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және де комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып қоршаған ортаны қорғаймын жіктеу есімдіктерінің септелуін өтетін боламыз. 53-ші жаттығу оқы. Зат есім мен есімдіктердің септелуін салыстыр. Олардың септелуінде қандай өзгешеліктер бар? Яғни бұл жерде атау үлік септіктерінің жалпы септіктерінің сұрақтары көрсетілген бірінші қатарда, екінші қатарда зат есім және үшінші қатарда есімдік көрсетілген. Яғни бірінші қатарда, яғни сәуле сөзі септелу барысында сәуле сөзі түбірі ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Тек жалғаулары ғана сұраққа байланысты өзгеріп отырады. Ал есімдікке келетін болсақ, тек атау септігінде ғана ол сөзінің түбірі сол қалпында қалады, ал басқа септіктерде ол түрлі өзгерістерге ұшырайды. Және де кейбір септіктерде оның жалғауларына бағынбай тұр. Қорыта келгенде, зат есім мен есімдіктер бір сұраққа жауап беріп бірдей тұрғанымен, бірақ жазылу барысында олардың түбірлері, жалғаулары өзгеріп келуі мүмкін. 54-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті есімдіктерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Құстарды атпау керек. Жер бетіндегі өсімдіктерді зиянды жәндіктерден қорғайды. Құстар табиғаттың сәні, жағымды үні, сұлу мүсіні, қоршаған ортаның сәнін келтіреді. Құстарды қанатты достар деп атаймын. Неліктен сол есімдікті қойғаныңды дәлелде дейді. Енді мына сөйлемдердің сөздеріне байланысты кейбір жерлерде көпше түрде, кейбір жерлерде жекеше түрдегі есімдіктер қойылады. Мысалы, ең соңғы сөйлемде баяндаушына мән берсек деп атаймын деп тұр. Яғни бұл жерде бірінші жақты, яғни мен деген сөз қойылады. Мәтін бізде алғашқыда құстар деп, яғни көпше түрде айтылып тұр. Сондықтан құстарды атпау керек. Олар жер бетіндегі өсімдіктерді зиянды жәндіктерден қорғайды. Құстар табиғаттың сәні, олардың жағымды үні, сұлу мүсіні қоршаған ортаның сәнін келтіреді. Мен құстарды қанатты достар деп атаймын. Яғни бұл жерде жалпы бір ғана құс емес, жалпы құстарды айтып жатыр. Сондықтан көпше түрдегі есімдік қолданып тұр. Ал қандай септіктегі есімдіктер қойылатынын сұрақ қою арқылы табамыз. Яғни жағымды үні, кімнің жағымды үні, олардың деген сияқты осылай анықталып кете береді. 55-ші жаттығу кестені толтыр. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік жаз. Кестедегі сөз таптарын өзара салыстыр. Олардың ұқсастықтары мен өзгешеліктері неде? Мысалы, зат есімге айна, терезе, орындық, яғни кім не сұрағына жауап беретін барлық сөздер кіреді. Ал сын есімге қызыл, дөңгелек, үшкір, ащы, яғни заттың сынын, түсін, формасын деген сияқты білдіретін сөздер. Сан есімге кәдімгі сандар, яғни қанша, неше, бірінші, 12, 4, 60 деген сияқты реттік нөмірін білдіретін. Ал есімдік мен, ол, біз, оның. Енді сөйлем құрастырып көрейік. Ол жақсы бала, оның 14 алмасы бар, оның аты жүйрік. Мен дөңгелек салдым. Бұл жерде зат есімде, сын есімде, сан есімде, есімдікте бар. Есімдік сын есіммен, сан есіммен, зат есімде де байланыса береді. Және олардың орнына пайдалана беруге болады екен. 56-шы тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, тоқылдақтың атынан монолог құрап жаз. Тірек сөздер тоқылдақ, екі есе, қоныс, көмек керек, орманда, қаптап кетті, жұмысты, көп істеп жүрмін. Енді суретке қарап, хаттасып жүрген тоқылдақты көруге болады. Сондықтан соған ұқсас монолог құруға болады. Монологқа өз идеяларыңнан неше түрлі сөйлемдер қоссаңдар болады. Мысалы, менің атым тоқылдақ. Мен басқа құстарға қарағанда екі есе көп зиянкестердің көзін құртамын. Мен қоңыздармен қоректенемін. Мен орман арасында хат тасимын. Мерекеге байланысты хат қаптап кетті. Маған көмек керек болып жүр. Жұмысты мен ішім пыспас үшін жасаймын. Маған адамдарды қуантқан ұнайды. Сол үшін көп жұмыс істеп жүрмін деген сияқты басқа да сөздермен толықтыруға болады екен. 57. Жұмбақты оқы, шешуін тап. Бар ма жоқ па, оны анық білмейсің. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Есімдіктерді табамыз. Жіктеу есімдігінің орнына қай сөзді қойып айтуға болатынын айтамыз. Алдымен бұл жұмбақтың жауабы ауа. Ал оны, ол деп ауаны айтып тұр. Сондықтан сол үшін ауа сөзін ол, оны деген жерге қойып айтсақ болады екен.
Яғни бұл жерінде зат есімнің орнына қойылып тұрған есімдікті байқап тұрмыз, иә? Ешқандай екі сөзді қойған алмастырған жағдайда да ол сөйлемнің мәні өзгермейді. Келесі тапсырма: пікірлердің дұрыс бұрыстығын белгіле. Қыстағы суық, жаздағы ыстық, көктемгі әрекет, күзгі берекет, жаздың бір күні, қыстың мың күні, жаз найзағайлы болса, қыс жайлы болады, сәуір болмай тәуір болмас, наурыздан соң қыс болмас. Бұл пікірлердің кейбіреуі мақал-мәтелден, кейбіреуі қазақтың болжамынан алынған сөздер, иә? Сондықтан қыстағы суық, жаздағы ыстық екеуі дұрыс деген, яғни қыста суық болады, жазда ыстық болады. Көктемгі әрекет, күзгі берекет. Көктемде әрекет жасасаң, күзде берекетін көресің. Бұл да дұрыс. Жаздың бір күні, қыстың мың күні. Бұл кенеу ретінде айтылған сөз, ал бірақ пікір ретінде бұл дұрыс емес. Жаздың бір күні мен қыстың бір күні екеуі бірдей. Жаз найзағайлы болса, қыс жайлы болады. Бұл дұрыс. Бұл қазақтың ырымдап айтқан, яғни жазда найзағай, жаңбыр көп болса, онда қыс жылы болады деп болжаған. Сәуір болмай тәуір болмас. Бұл да қазақтың ырымынан алынған сөз, бұны да дұрыс деп алсақ болады. Алдыңғы тақырыпта өтіп кеткен шығартындар. Ал наурыздан соң қыс болмас деген, бұл да дұрыс. Наурыздан соң көктем басталады. Қар жаууы мүмкін, бірақ та мезгіл ретінде қыс болмайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.